Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін көктем мезгіліне арналған өте дәмді, оңай, әрі тез дайын болатын және құрамы дәрумендерге өте бай, жеңіл салат дайындайтын боламыз. Видеоны тоқтатпай соңына дейін көріңіздер. Алдымен осындай цветная капустамызды осылай ажыратып, жақсылап жуып аламыз. Жуып алған цветная капустамызды қайнап тұрған суда 3 минут пісіріп алатын боламыз. Осы уақыт аралығында алдымен қиярымызды осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап аламыз. Келесі кезекте тұздалған қиярымызды да дәл осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Алдын ала жуып тазаланған қызанағымызды да дәл осылай ұзынша етіп турап аламыз. Черри қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап жуып тазаланған салат жапырағында осылай майдалап турап, ыдысымызға салатын боламыз. Сонымен барлығын турап болдық. Енді ыдысымызға жаңағы қайнатып алған цветная капустамызды және тәтті жүгерімізді, оның үстіне майонезімізді салып, дәміне қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне сонымен біздің салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай реңі де өте әдемі, дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәмді асхана каналы. Баршаңызға ас болсын.